Қайырлы күн қымбатты менің тыңдармандарым. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздерге өте шынайы оқиға ұсынбақпын. Соңына дейін тыңдап, өз ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Екі бай құда болса, арасында жорға жүреді. Екі жарлы құда болса, арасында дорба жүреді. Бай мен жарлы құда болса, айырылыса алмай зорға жүреді. Бұрынғылардан қалған әрбір сөзде терең мағына бар екен, тағы бір дәлелі осы әңгіме болса керекті. Әсем жолдастан ерте айырылып, екі қызын жалғыз өзі бағып қақты. Сұм ажал жан досты бұл өмірден ерте алып кетті. Әсем ешкімге алақан жаймай, қатарынан кем қылмай бір емес, бірнеше жерде жұмыс істеп жүріп, қыздарының қалауының бәрін орындап, беттерінен қақпай өсірді. Қыздарының тәрбиесіне көп көңіл бөлетін. Соның нәтижесінде Сабина мен Айсара екеуі көрсе көз сүйсінер қыз болып бой жетті. Екі қызының да білімді болуына бар жағдай жасап жүрді. Аналарының арқасында екі қыз да жоғарғы білім алып, өз істерінің маманы атанды. Сабина балаларға тәлімгер болуды армандаса, Айсара адамдардың денсаулығы үшін күресуді жөн көрді. Екеуі де өз ортасына сыйлы, абыройлы болса да, үнемі жүздерін мұң шалып жүретін. Екеуінің де ойында аналарының жалғыз қалауы. Міне, сол үшінде тұрмыс құрудан бас тартып, екеуі де жігіт атаудан бойларын аулақ ұстап, үнемі үйлеріне қарай қашады да жүреді. Бойларына үрей билеп алған Әсем де әбден күйзеліп бітетін болды. Қыздарының жасы 25-тен асса да, тұрмыс құрмай жүргеніне өзін кінәлі сезініп, жанына маза берер емес. Екеуі де анасынан уайымға салмау үшін үнемі әр басқан қадамын аналарына баяндап отырушы еді. Бұл жолы Сабина еш ескертусіз кешігіп жатыр. Телефонына қоңырау соғып еді, телефон өшірулі. Айсара әпкесінің таныстарының біріне қоңырау соғып сұрастырды. Оның қайда кеткенін тірі жан білмейді. Мұндай жағдай өмірінде алғаш рет орын алып отырғандықтан екеуі әбден сасқалақтап жүр. Түнгі сағат 2-ге жақындады. Бір кезде есік ашылып, Сабина кіріп келді. Сабинаны көрген Әсем мен сіңілісі Айсараның өңі қашып тұрған орындарынан тапжылмай қалды. Өз көздеріне өзі сене алар емес. Сабина мұндай күйде алғаш кіруі. Үсті басты жұлма-жұлма шыққан, құдды бір орманда адасып, ши бөрімен айқасқандай. Ентігін баса алмай әбден шаршап шалдығып, әрең есіктен кіріп, анасын құшақтап, еңкілдеп жылап жіберді. Қызым-ау, саған не болды? Мына түрің не? Кел, отыршы мұнда. Әпке, міне су ішіп алшы. Саған не болған? Анашым деп әрең сөйледі. Өксігін баса алмай, етегі жасқа толып, жылаған. Әсем мен Айсара екеуінің көздері бір-біріне түйісіп Сабинаға не болған сезіп тұрғандай. Алайда жағдай олар ойлағандай болмай шықты. Қызым, жетер енді, жылауыңды доғар, дереу жинал, полицияға барып арыз жазамыз. Анашым, сіз бәрін білесіз бе? Сіз бұлай боларын білдіңіз бе? Нені білуім керек еді? Мені алып қашып кетерін білдіңіз ғой, иә? Не дейді? Сені біреу алып қашты ма? Қызым-ау, соны ертерек айтпайсың ба? Мен сенің абыройыңды біреу аяққа таптаған екен деп зәрем қалмады ғой. Өткен жолы сіз айтып жүрген ауылдағы танысыңыздың ұлы мені күштеп алып қашып кетті. Сен сонда ол жақтан қашып кеттің бе? Сенің денің дұрыс па? Жасың болса 27-ге келді. Неге қашып кеттің? Ол жігітті танисың ба? Бөтен жер емес. Неге бұлай жасадың? Менің тұрмысқа шыққым келмейді. Неге? Не үшін? Сізді қимаймын, анашым. Біз кетсек, сіздің күніңіз не болмақ? Өмір бақи жападан жалғыз. Не істейсіз? Өмір бақи деген сөзіңе келіспеймін. Сөз бар ғой, жарлы деп айтпа, пайғамбарға сөз тиеді. Жалғыз деп айтпа, Құдайға тіл тиеді деген. Жалғыздық Құдайға ғана жарасқан.
Мен жалғыз емеспін. Жанымда бауырларым, әкеңнің туыстары бар. 2 балам көбейіп 4 болды емес пе? Біз сізге қарыздармыз. Осы күнге дейін біз үшін өмір сүріп келдіңіз. Ендігі кезек біздікі. Сіздер тұрмысқа шығуларың үшін мен өлуім керек пе? Мүмкін сонда екеуің де тұрмысқа шығарсыңдар. Анашым, олай демеңізші. Мен сізді жанымнан артық жақсы көрем. Жарайды, тұрмысқа шық десеңіз, шығайын. Ең бастысы, сіздің аман болғаныңыз. Бірінші бақ, екінші сор бақ деген. Ақ босаға аттап, ақ орамал жабылған соң, сол жерде қалуың керек еді. Ендігі жағдайың не болар екен? Әсем қыздарын құшағына қысып, марқұм жолдасын есіне алып көзіне жас алды. Қыздарының да әкелеріне деген сағынышы күн сайын артпаса басылар емес. Сабина сол күнгі оқиғадан соң мүлдем тұйықталып кетті. Араға жыл өтсе де ешбір жігітпен көңіл жарастыра алар емес. Ал Сабина болса өте көңілді қыз. Үнемі жан жағындағы адамдарға позитивті көңіл күй сыйлап жүреді. Өзінің сүйген жігіті де бар. Тек тәрбиеден аттамай, әпкесінің тұрмыс құруын күтіп жүр. Ал сүйіктісі Әміре болса ғашығын өз еліне келуін асығып жүр. Міне, бүгінде қос ғашық кәрі қыз атанған Сабина үшін тағы да ренжісіп отыр. Жаным, анам ертерек үйлен деп қыспаққа алып қоймай жатыр. Қашанға дейін созылады? Мен саған айттым ғой, әпкемнен бұрын тұрмысқа шықпаймын. Әпкең мына жүрісіңмен қу тізесін құшақтап жалғыз өтетін шығар. Олай деме. Оның жаны қалай күйзеліп жүргенін сен түсінбейсің. Әпкең тұрмысқа мүлдем шықпаса қайтесің? Неге шықпайды екен? Әлі-ақ өз теңін тауып бақытты болады. Осыдан қара да тұр. Менің әпкем тұрмысқа шықпай қалатындай бір кемшілігі бар ма? Мен олай деген жоқпын ғой. Мені дұрыс түсінбедің. Асығыс болсаң басқа қыз тауып үйлене бер. Мен қазір тұрмысқа шықпаймын. Айсара ашуға бой алдырғаны соншама өзінің қаншалыққа қатты сөйлеген өзі аңғармай қалды. Оның әр сөзін анық естіген Сабина ақырын ғана сіңілісінің бөлмесіне кіріп келді. Әпке, келсеңізші. Айсара сіңілім, сенімен сөйлескім келеді. Мен үшін бағыңды байлама. Әпке, сен дұрыс түсінбедің. Анамыздың арманы тым құрса сен орында. Мен жасаған ақмақтықты сен қайталама. Басыңа қонған бақытты құсын ұшырып алма сіңілім. Әпке, әр нәрсенің өз жолы бар. Мен тек сенен кейін ғана тұрмысқа шығам. Ел жұрт мені ақ босағадан қайтқан, ақ орамалды аяққа таптаған деп жүргенде, қай ақмақ мені өзінен жар етер дейсің? Анамызға қарашы, уайымнан шашына ақ түсіп, жүзін әжім басуда. Сен бақытты болуға лайықтысың. Бағыңды байлама. Мен саған еш өкпелемеймін. Керісінше, сен бақытты болсаң, біз де қуанамыз. Әпке, келші құшақтайын. Апалы сіңілі екеуі бірін-бірі құшақтап жылап, одан соң ұзақ уақыт жер тарқатып, әбден шүйіркелесті. Айсара әпкесінің ризашылығын алған соң, иығынан ауыр жүк түскенде өзін жеңіл сезінді. Іштей бұл сүйінші хабарын сүйіктісіне жеткізгенше асығып тұрды. Әпкесі шығып кеткеннен дереу Әміреге қоңырау соқты. Қуанғаны соншама уақытқа қарамаған болатын. Сүйіктісін беймезгіл қоңырауын көрген байқұс жігіт зәресі қалмай даусы дірілдеп әрең жауап берді. Жаным, бәрі дұрыс па? Әміре, сен неге шошып тұрсың? Ойбу, кешірші мені. Менің қуанғаным соншама сағатқа мән бермеген екенмін. Сенен сүйінші сұрауға асықтым. Әпкең тұрмысқа шығатын болды ма? Жоқ, Алла қаласа ол күнде көрерміз. Ендеше не болды? Әпкем маған өз жолын берді. Саған тұрмысқа шығуына рұқсат берді. Рас айтасың ба? Иә жаным. Ендеше үйіндегілерге әпкең мен анаңды таныстырайық. Жол жасайық.
Бұл түнде олардан бақытты адам болмаған шығар сірә. Болашаққа жоспар құрып, тәтті арманның етегіне еріп ұйқыға кетті. Бар болғаны бірер сағат көз ілсе де, таңертең өмірге құштар болып, бақыттан бал-бұл жайнап, құлпырып, ерекше құлшыныспен жұмысына жиналған Айсараны көріп, Сабинаның көңілі көтеріліп қалды. Әсем болашақ күйеу баласын көріп, оның отбасымен танысты. Құдағиы Қарлығаш өте өнегелі, парасатты, мейірімді жан екенін, көңілін көншіте құдасы Мараттың өзімшілдігі көңілін құлазытты. Марат еліміздегі белгілі бір банктің ірі қаладағы кеңсесінің директоры. Дүние мансап болған соң мүмкін солай болуы да керек шығар. Әсем екі қызымен тойдың дайындығына кірісіп кетті. Әкесінің орнын білдірмеу мақсатында ағайын туыстар еш аянбай қызмет етуде. Әсем де осы күнге дейін қайын жұртының ешбір той жиыннан қалып қойған емес. Үнемі қолында барын алып жетіп баратын. Міне, енді соның қарамастан туыстары қайтарып жатыр. Ұзату күнін белгіленіп, қымбат ресторанды таңдап қойды. Той күні жақындаған сайын Әсемнің көңіл күйі болмай жүр. Қыздарына көрсетпей, кейде жылап алады. Оның себебі Айсараның тұрмысқа шығып, өсіп өнген ұясынан ұшуында емес. Үлкен қызы Сабинаның жанарындағы мұңды көріп, ет жүрегі езіледі. Қыз болған соң оның да дәл осылай біреуге ғашық болып, махаббаттың буына мас болуға қақысы бар емес пе? Қашанға дейін бұлай жалғыз жүрмек? Оның тағдыры неге бұлай болды? Осы сынды сұрақтар күндіз-түні маза бермейді. Жападан жалғыз ой үстінде отырғанда қызы Сабина жанына келіп жайғасты. Анашым, кел қызым, келе ғой. Неге сонша мұңайып жүрсіз? Айсара алысқа кетіп бара жатқан жоқ қой. Мен Айсара үшін еш алаңдамаймын. Нағыз ер азаматты жолықтырып, қамқорлығын сезініп жүр. Өз қызындай қабылдап, бар мейірімін беріп жүрген алтындай енесі тұрғанда неге алаңдаймын? Ендеше сізге не болды? Мен сені уайымдап жүрмін. Қызым, сенің де бақытты болуға қақың бар. Жасың 30-ға келді. Неге кездескен жігіттердің бәрінің бетін қайтара бересің? Бұл тақырыпты қозғағым келмейді. Өтініш, мені бұлай тергемеңізші. Қаша бер. Осылай жүргенде біреудің тоқалы болып, немесе біреудің баласына өгей шеше болмассың. Сені отбасын құрмаған жігіт ала қоймасы анық. Тағдырыма жазылған көремін ғой. Сабина бұл жолда анасының көкейіндегі сұрақтарды жауапсыз қалдырып қаша жөнелді. Әне міне дегенше шулап жүріп той да өте шықты. Айсара өз үйімен қоштасып, өзге елге келін атанды. Еңбекқор, пысық қызға келіндік өмір аса қиындыққа соқпады. Дереу үй шаруасын дөңгелетіп алып кетті. Екі жақта салт дәстүрге сай жөн жоралғының бәрін жасады. Айсара өте бақытты еді. Көп уақыт өтпей, құрсақ көтеріп, өмірге деген құштарлығы одан сайын арта түсті. Үнемі жүзі жайнап жүреді. Ата-енесінің ризашылығымен ақ батасын алып жүрген үлгілі келін атанды. Жұрт қызыға әрі қызғана қараушы еді. Жүкті болғанына қарамай, бар шаруаны өзі тындырушы еді. Бір емхананың бас дәрігері атанып, балалардың денсаулығы үшін күндіз-түні ізденісте жүретін. Жауапкершілігі мықты дәрігер атанды. Ай күніне аман есен жетіп, шекесі торсықтай ұлды дүниеге алып келді. Енесі үнемі немересі үшін барын салатын. Күндіз-түні жанын шықпай, келіні мен немересіне күтім жасап жүрді. Қарлығаш пен Айсара екеуі бір-біріне өте бауырмал болды. Әсем мейрамханада аспазшы болып жұмыс істейтін. Таңнан кешке тік жүретін болған соң, соңғы кезде балтыры сыздап жүргенін жиі айтып жүр. Сабина қаншама рет үйде отыруын сұраса да, жұмыстан бас тартпай қырсығып жүр. Айсараның ұлы енді ғана 2 айлық болғанында Қарлығаш отырған жерде қисайып ұйықтаған күйі қайта оянбады. Тосыннан келген ажал
бұл отбасын әбден есеңгіретіп тастады. Оның өлімі шешімі жоқ жұмбақ секілді. Дені сау адам, бірақ сәтте еш жері ауырмай көз жұма салуы миға қонымсыз секілді. Бәрі де бір Аллаға аян. Жаназасына жиналған елдің есебі жоқ. Айсараның жаны күйзеліп жүрсе де, үйде өзінен басқа әйел адам болмаған соң, әрі-бері шапқылауға мәжбүр. Әсем бір-екі ғана жиен немересіне қарап, одан соң жұмысына қайта шығып кетті. Айсараның үйіне келер қонақтардың аяғы азаяр емес. Ұлы шырылдап жылап, анасына күні-түні маза бермейді. Таңнан кешке дейін көңіл айтып келген адамдарға шай ұсынып шыр жүгіріп жүр. Әбден шаршап шалдықты. Күйеуінен рұқсат сұрап анасын көмекке шақырды. Анашым, марқұм енемнің 40 күндік асы өткенге дейін біздің үйде тұра тұрыңызшы деп еді. Немереңізге қарамасаңыз болмайды. Қызым, менің жұмысым бар ғой. Сол ақшаны мен-ақ сізге төлейін. Неге азап сізге аяғыңыз ауырып әрең жүргенде? Келіңізші, өтінемін. Әсем қызының даусынан әбден шаршаған сезіп, жоқ деуге дәті жетпеді. Өзімен өзі емін-еркін жүріп тұратын адамға бөтен үйде қону біраз қиынға шықты. Амал нешік, ана болған соң қызы үшін келісім берді. Әсем күндіз-түні немересін бір жылатпай күтім жасап, жанынан бір елі ажырамады. Әр бейсенбі сайын ағайын-туыс жиналып ас берілді. Әсем негізгі өзіне күтім жасап жүретін, өз жасынан әлдеқайда жас көрінетін фигурасы 18 жастағы қызыныкіндей әдемі келіншек. Танымайтын адамдар кейде Айсараға әпкең бе деп сұрақ қойып жатады. Немересіне бауыр басып, бұл үйдің адамдарына үйренсе бастады. Әйтсе де өз үйіне қайтуға асығып күн санап жүр. Өз шаңырағына оралу аз ғана күн қалғанына қуанып, мәз болып жүрді. Мінеки, көзді ашып жұмғанша бір айға жуық уақыт зулап өте шықты. Айсара енесінің 40 күндік асына дайындалып жүр. Күн сайын базар аралап, үйіне кеш түскенде келеді. Үйінің перделерін жаңартпақ болып, тігіншіге пердеге тапсырыс берді. Кешкі астан соң жолдасы екеуі перделерді алып келуге қаланың шет жағындағы ауылға кетті. Немересі түні бойы ұйқы бермейтін болған соң, ол ұйықтағанда Әсем де шаршап ұйықтап қалды. Шырт ұйқыда жатқан, кенет құлағының түбінде біреудің ыстық демін байқап, шошып оянды. Өз көзіне өзі сене алар емес. Жанында құдасы Марат. Сіз не істеп тұрсыз? Деніңіз дұрыс па? Әйелде әйеліңіздің қазасы жаныңызды жеп, есіңізден адастырды ма? Өлгеннің артынан өлмек жоқ. Тірі адам тіршілігін жасау керек. Екі жарты бір бүтін болсақ қалай қарайсың? Сіз жынданайын депсіз. Кетіңіз, кәне бұл жерден. Сен мені өз үйімнен қуып тұрсың ба? Қыпша белін қылпылдап өзің менің нәпсімді қоздырдың. Есіңде болсын, тана көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбейді деген сөз бар. Осыдан қазір күйеу бала келсе, бұл ісіңіз үшін сізді аямайтын болар сірә. Аяғың ауырып әрең жүр деп естідім. Кәне, құшағыма келші. Мен саған өмір бойына жететін ақша берейін. Қайтесің өзіңді қинап жұмыс деп. Сенің харам ақшаңның маған қажеті жоқ. Марат сол кезде адам кейпіндегі қайуан секілді еді. Немересінің шырылдап жылағанына қарамай, өз арам ойын жүзеге асырды. Құдағиын зорлап, төтсектес болуға мәжбүрледі. Әсемнің күресуге шамасы жетпеді. Осылай жесір құдағи өз құдасынан қорлық көрді.